Қайырлы күн, менің құрметті каналымның тыңдармандары. Мен өз каналымда бүгінгі күннің заман талабына айналған эссе жазудың нақты қадамдары мен басты талаптарын үйретемін. Қазақ тілінде каналды қолдап, тіркеліп, біліп басып, пікір жаза отырыңыздар. Қазіргі күні білім жүйесінде ғана емес, мемлекеттік сала қызметкерлері үшін де эссе өте маңызды болып тұр. Жұмысқа орналасу үшін де эссе жазу міндетті. Ал педагогтердің эссесіз аяқ баса алмайтынын көріп жүрміз. Жалпы эссе дегеніміз не? Эссе дегеніміз автордың пікірі мен көзқарасын білдіретін еркін құрылымды жазба жұмысы. Ол оқырманға өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеуге, өз көзқарасында айналаға жеткізуге негізделген. Алайда эссенің өзіне тән жазылу талаптары мен қадамдары бар. Ол сақталмаған жағдайда жазба жұмысы эссе деп саналмайды. Жалпы эссе жаза білу не үшін қажет? Бүгінгі таңда эссе жаза білудің маңыздылығы қандай деген сұраққа тоқталып көрейік. Егер мұғалім болсаңыз, міндетті түрде эссе жаза білуіңіз қажет. Біріншіден, аттестациядан өту үшін эссе жазу міндеттеледі. Бұл жерде де критерийлер толық қамтылуы керек. Екіншіден, байқаулар мен сайыстар міндетті түрде эссе жазу тапсырмасымен келінеді. Және оның талапқа сай болуы тексеріледі. Үшіншіден, алтын белгілер мен ерекше аттестаттардың емтихан жұмысы тағы да ерекше бақылауда болатынын білеміз. Төртіншіден, пәндік олимпиадаға қатысатын оқушыңыз эссе жазады. Егер жақсы жетістікті қаласаңыз, эссенің талапқа сай болуын қадағалаңыз. Бесіншіден, эссе жаза білетін мұғалім айналасына мәртебелі, абыройлы бола алады. Алтыншыдан, портфолиоңызға жетістіктер де дұрыс жазылған эссе арқылы келеді. Жетіншіден, қосымша табысты болуға мүмкіндігіңіз ашылады. Себебі қазір эссеге тапсырыс өте көп. Біздің қоғамда эссенің маңыздылығы бүгінгі күні артып тұр. Мен бұл видеомда эссенің маңыздылығы мен қажеттілігіне ғана тоқталдым. Егер сапалы да көркем, талапқа сай жазылған эссені оңай үйренгіңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Алдағы видеоларымда эссе жазудың қыр-сырын жіліктеп тұрып үйрететін боламын. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал әзірше сіз үшін эссені үйренуге қандай қажеттіліктер бар? Эссе жазуда неден қиналасыздар? Пікірге жазыңыздар. Сіздердің жазбаларыңызды күтемін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.